Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сыр және де чеснок қосылған өте дәмді лепешканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен жылы сүтімізге қант пен дрожжымызды, тұзымызды салып араластырамыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және де ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ендігі кезекте начинкасын жасауға кірісеміз. Бізге керекті құрамдары сыр, чеснок және де кез келген қалауыңыз бойынша зелень қолдансаңыз болады. Мен кинза пайдаландым. Сыр мен чеснокты теркадан өткізіп аламыз. Және де кинзаны ұсақтап турап аламыз. Бір жұмыртқаны бір келкетіп араластырып алып, жарты бөлігін начинкамызға құямыз. Қалған жарты бөлігін лепешканың сыртына жағуға алып қаламыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Ендігі кезекте лепешкаларымызды жасауға кірісеміз. Барлық қамырдың салмағын өлшеп алып, теңдей 10 бөлікке бөліп шығамыз. Менде қамырдың салмағы 521 грамм шықты. Әрқайсысын 52 граммнан бөліп алдым. Оқтаудың көмегімен кішкене жұқартып жайып аламыз. Содан кейін рулет секілді орап шығамыз. Осылай барлық қамырымызды жасап аламыз. Пергаментке жайғастырып шығамыз. Содан кейін начинкасын салуға арнайы осылай пышақтың көмегімен ортасын кесіп шығамыз. Бетін жауып 15-20 минутқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырларымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Және де начинкасын саламыз. Содан кейін бетіне кунжут сеуіп шығамыз. 180-200 градус қызған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.